Әйел адам күйеуінен асып қанша ақша тапса да, Құдайым берекені еркектің қолына берген жан. Бұл көп қыздарға ауыррақ тиеді. Бұны қатан қазақ айтқан. Алтын басты әйелден бақа басты еркек артық деген сөз бұл тегін дүние емес. Сіз қазір жассыз, мен айтқан сөзім сізге ауыр болады, қабылдай алмайсыз. Бірақ бұл өмірлік тәжірибеден өткен дүние. Бұны сіз атана балаңыздың өсіп азамат болып үйленген кезде қадірін сол кезде білесіз. Бұл мен айтқан сөзім, сол дәуірге айтылған сөз. Енді еркек адам сөйлей береді. Бұны дөйді деп қояды. Немесе сондай қырғызда бір сөз бар, гангырбаш деген. Сөйлей береді еркектерше. Ада сен таба алмайсың десе, ерегісіп тауып алып, мен саған көрсетемін деп сол көшеге шығып кетіп қама жаным. Көп әйелдер ойлап жүр, менің бақытым анау бизнесмен болу, бизнес-вумен болу, мына жаққа Гуччи, мына жаққа Луи Виттон, мына жаққа Майкл Корс тағып алу деп, шашымды дайсымен бүйтіп суретке түсу деп. Соны істеп атқан қыздың, ана интернетте түспей жүрген атын айтпай ақ қояйын, көп олар. Соның біреуінің өмірінде бір күйеуге жарымай отыр. Мүмкін келіп кететіндер бар шығар, бірақ өмірлік жарға аңсайды олар, түсінесіз ба? Біреумен жатып емес, біреумен оянуды аңсайды. Біреуден перзент көруді аңсайды. Бір әулеттің бүйтіп иіліп сәлем салатын әдемі сызылған келіні болуды аңсайды солар. Бірақ олар айта алмайды. Сен менен сұра, сырын мен білем олардың, мен айтып берем саған. Сондықтан жаным, сенің дүние тапқаның ол абырой емес. Әйелдің күйеуінің қызметінде болу, соның мынау қолтығының астында болу, соның отбасының төрінде болу, бұл саған ең үлкен мотивация. Бұдан артық мотивация керек жоқ әйелге. Әйелдің мотивациясы ерінің қасында ояну, сол әулеттің кірін жуу, сол әулеттің сүйкімді келіні болу, күлгенге күлімсіреу, қызметін жасау. Бұл кухняда өл деген сөз емес тағы да. Бұл өмір бойы сенің ұлы махаббатың жаным. Құдай соған жеткізсін сені. Аналарымыздың аңсаған арманы. Көп аналар өзін алдап жүр. Қызын шетелге барып, Лондонды бағындырып, Американы бағындырып жүргенде көп аналар мәз болып жүр. Бірақ оның түбі егер жар таппаса, өмірлік теңін таппаса, сол тапқан дүниесін бәрі өзіне де, туысқандарға да өкініш болып қалу ықтимал. Сол үшін жаным, Құдай қосқан жарыңыздың тауып келген қарананы бөліп бүйтіп кесіп берсең, бақыт осы. Бақыт сенің булочка алып келгеніңде емес. Ол да жақсы. Бірақ сіз оны бақыт деп түсінбеңіз. Бүгін сізде, ертең әйелде, ертең еркекте, ертең сондай дүние деп түсіңіз. Ауысымды. Бірақ мен доказать ету үшін өмір сүрмеңіздер. Сіздің дүние тапқаныңызға айтып жатқан жоқпын. Мен сіздің ерегіскеніңізге айтып отырмын.